Қалай Раке? Түскен жеңіл ма, шыққан жеңіл ма? Біз ортада жүріп жатырмыз ғой. Машалла, төбелейді. Алхамдулилlah. Күшті. Шыққан бір басқа. Бірақ түскен кезде де өзінің бір ләззаты бар. Белеске шығып, содан кейін түскен кезде рахаттан. Жеткен жетістікке мәз болады. Жігіттерге Алла тағала жеңілдігін берсін. Ойнап жүрген балалар. Жүрін айтты, құмырсқаларды көрсетейін. Өткендегіден аздау ма я адам? Өткендегіден аз сияқты ғой. Сондай болады. Мәкен көрінбейді ғой, шашын. Конькиге қашан, Раке? Конькиге қашан? Мен айттым ғой сізге де. Бүгін болса бүгін деп. Мәкен бастады ғой, уақыт жоқ. Уақыт жоқ деп. Тауға да уақыт таба алмай қалды ғой бізде. Сол үшін уақыт жоқ деп айтпау керек десеңші. Мүлдем қысқартып тастайды моторлы уақыттарыңызды. Керемет, таза ауа. Басқышпен жоғары көтерілу. Суға түсу. Одан кейін бер қарай түсіп келіп, тамашалап тұру. Неттеген табиғат. Келіңіздер. Құранда айтқандай тауларға қараңыздар. Аллахтың жарату шеберлігіне тамсаныңыздар. Аллахқа шүкір етіңіздер. Аллахтың нығметін, Аллахтың осындай құдірет күшін көріп, өзіміздің жай ғана бір пендешілігімізді сезінек. Тәкаппарлыққа салынбайық. Қанша тәкаппар болсақ та, Аллах тағала жаратқан Аллахтың аспанынан асып кете алмаймыз. Қанша жер теуіп жүрсек те, Аллах жаратқан жерді тесіп, жердің түбіне жете алмаймыз. Сондықтан қарапайым адам болайық.